Менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін карась балығын дайындаймыз. Оған керекті ингредиенттер мөлшері видеоның описаниясында бар. Алдымен балықты қабыршақтарынан тазалаймыз. Тазаланған балықтарды суық сумен жуамыз. Кейін видеода көрсетілгендей қалыңдығы 1 мм болатындай етіп тілеміз. Үстіне тұз сеуіп жағып шығамыз. Енді тұздығын әзірлейміз. Майонезге соевый соус пен тұз қосып араластырып, балыққа молынан жағамыз. Отыз минутқа тоңазғышқа қоямыз. Уақыт өткенше картопты суға пісіреміз. Пияз, сәбіз, болгар бұрышын турап дайындап қоямыз. Қызып тұрған табаға май құйып, балықты жақсылап ұнға аунатып, майға қызарғанша қуырамыз. Шамамен бір балықты пісіруге 20 минуттай уақыт кетеді. Балық піскен соң табамызға май құйып, үстіне пияз бен сәбіз әбден жұмсарғанша қуырамыз. Кейін үстіне туралған болгар бұрышы мен брокколиді қосып, тұздап, бұрыштап араластырамыз. Енді балығымыздың жанына картоп пен бұқтырылған көкөністерді салып, сары май қосамыз. Осымен табада пісірілген балығымыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий қалдырыңыздар. Келесі кездескенше.